Қайырлы достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқаға алмадан компот жасайтын боламыз. Ол үшін бізге алма керек болады. Бұл алманың иісін камерадан жеткізу мүмкін емес. Кәдімгідей хош иісті, және де алманың ешқандай шірігі жоқ, тек қана осындай соғылған жерлері ғана бар. Алманы алдын ала жуып алдым, және де алманы төртке бөліп, ортасындағысын алып тастаймыз, және соғылған жерлері болатын болса, сол жерінде алып тастаймыз. Міне біздің алмаларымыз дайын. Енді алдын ала стерилденген банкілерімізге саламыз. Менің банкім 3 литрлік, соның жартысына жеткізбей алмаларды салатын боламын. Менің алмаларым осындай 3 литрлік банкіге жетті. Енді лимон қышқылын салатын боламыз. Әр банкіге 1 шай қасықты толтырмай лимон қышқылын салып шығамыз. Лимон қышқылы компоттарыңызды үйде сақтағанда ат кетпес үшін қажет. Енді 3 литрлік банкіге 300 граммдай қант салып шығамыз. Әдетте мен үлкен кесені толтырмай саламын. Қайнап тұрған суымызды банкілерімізге аузына дейін толтырып құятын боламыз. Біздің алмаларымыздың арасындағы ауасы шыққанда суымыз азаятын болады. Банкілеріміздің төменгі жағы бұл сары болып тұрған қанты әлі ерімеген. Алдымен банкінің бетін стерилденген қапақтармен дұрыстап тұрып жауып аламыз. Ауа шықпайтындай етіп, содан кейін банкілерімізді айналдырып, ішіндегі қантын ертіп аламыз. Қанты толықтай ерігеннен кейін банкімізді төменге қаратып, бетін бүркеп қоямыз. Осылай бір күн тұру керек. Міне біздің компотымыз дайын. Қысқаға астарыңыз дәмді болсын.